Баршаңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте керемет ауызда еритін, жұмсақ болып шығатын мини рогаликтердің рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ болып шығады, таңғы шайға өте керемет үйлеседі. Ең алдымен өлшеп алған ұнымызды құрғақ ыдысқа саламыз, үстінен бөлме температурасындағы сарымайды саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Қатты араластырудың қажеті жоқ, қамыр қылып елеп тастаудың қажеті жоқ. Кішкене ғана басын біріктіріп, осылай крошка қылып, арасында сарымайлар жүре берсе де болады. Осылай қолымызбен кішкене езіп аламыз. Кейінгі кезекте 3 ас қасық қаймағымызды және 1 жұмыртқа қопсытқышымызды салып, қантымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр елейміз. Қамыр елеу барысында қолыңызға жабысады, сондықтан кішкене ұн қосып отыра қамырды елесеңіз болады. Тестамыз, яғни қамырымыз қатты жұмсақ болу қажет емес, кішкене орташа қаттылықта етіп қамырды елеуіміз керек. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қатты жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта қамыр елеп алдық. Енді бұл қамырымыздың астына ұн сеуіп, қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөліп алғаннан кейін кішкентай зуала етіп қоямыз, жайғанға ыңғайлы болу үшін. Кез келген қамырымызды алып, жаюды бастаймыз. Жұқа етіп жаямыз, бірақ қатты жұқа болу қажет емес. 1 немесе 2 мм көлемінде жайып алу керек. Көздің шамасында өлшеп 1 мм-ге дейін жайып алуымыз керек. Негізі бұл қамырды тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қойып алсаңыздар, ұн сеппей-ақ кейінде жасай берсеңіздер болады. Қатты болып тұрған кезде ешқандай столға да, сіздің оқтауыңызға да жабыспай әдемі болып шығуы мүмкін. Қамырымызды жайып алдық, енді кішкентай бөліктерге кесіп алуымыз керек. Қамырымызды кесіп алдық, енді арасына начинка саламыз. Начинка салмасаңыздар да болады. Мен осындай кішкентай шоколадтың бөліктерін арасына салып жатырмын. Егер арасына осындай шоколад немесе сгущенка салатын болсаңыз, жан-жағын жақсылап қымтап, қысып, кішкене жабыстырып орауға тура келеді. Өйткені сіздің қамырыңыздың ішіне начинка ағып кетуі мүмкін. Піскен кезде еріп, ағып, жан-жағына шығып кетуі мүмкін. Міне дәл осылай орап аласыздар. Жасап көруге кеңес беремін, қыздар, өте дәмді болып шығады. Әсіресе таңғы шайға дайындап қойсаңыздар, түнде өте керемет, барлық қуанып қалады. Әрі көп уақыт алмайды, тез дайын болады. Тоңазытқышқа салып, оны күтіп, көп уақыттарыңыз алмай, осылай тез жасап дайындап қойсаңыздар болады. Барлық қамырымызды жайып, осылай орап алдық. Листке пергамент салып, осылай барлығын жайғастырып аласыздар. Осы аралықта печкаңызды 180 градусқа қыздырып қоюларыңыз керек. Шамамен 20 минуттың көлемінде, 15-20 минуттың көлемінде піседі, тез пісетін болғандықтан көп ұстаудың қажеті жоқ. Осылай сап-сары болып піскеннен кейін, осылай ыстық кезінде бетіне қант ұнтағын сеуіп жіберулеріңізді сұраймын. Сол кезде қант ұнтағы ыстық рогаликтеріңізге тез жабысып қалады және өте әдемі көрінеді. Қытырлап, аузыңызда өте тез еріп кететін, дәмі өте керемет болып шығатын рогаликтерді сіз де міндетті түрде жасап, отбасыңызды қуантыңыздар, қыздар, келіншектер. Жасап көруге кеңес беремін, міндетті түрде. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.